Білмесіңдер ма оқушылар, көркем еңбек сабағы. Сабақтың тақырыбы әлем халықтарының тағамдары. Оқу мақсаты шығармашылық жұмыста идеяларын іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып қолдану. Сабақ мақсаты әлем халықтарының және ұлттық тағамдардың әзірлеу технологиясымен танысу. Саған бұл тағамдар таныс па? Мүмкін сен олардың қалай аталатынын білерсің. Бұлар қай халықтың дәстүрлі тағамдары болып табылады? Не себепті әр халықтың ұлттық тағамдарында өзіндік ерекшеліктері бар? Жер бетіндегі өмір сүретін әрбір халықтың өз тарихы, дәстүрі, сонымен қатар ұлттық тағамның ерекшелігі болады. Ұлттық тағам әрбір ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі ас мәдениетінің бір түрі болып саналады. Мысалы, лаваш ашылмаған қамырдан дайындалатын, жұқа етіп жайылып пісірілетін ақ нан. Ол Кавказ асханасындағы дәстүрлі нан өнімі болып табылады. Сонымен қатар орталық Азия халықтары арасында кеңінен таралған. Ингредиенттері қолжетімді және әзірлеу тәсілі оңай болғандықтан лавашты қазіргі уақытта көптеген елдердің асханасында кездестіруге болады. Жапондықтар үшін күріш қасиетті тағам. Сондықтан оған деген көзқарас ерекше. Жапондардың әлемге танымал ұлттық тағамдарының бірі суши. Шай үнділердің сүйікті сусыны. Әлемде оның көптеген сұрыптары кездеседі. Үндістан алуан түрлі дәмдеуіштердің отаны. Олардың ішіндегі ең кең таралғаны тұздық карри деп аталады. Кебаб Түркияның ұлттық тағамы. Оны қой, сиыр етінен отқа қақтап пісіреді. Бүкіл әлемде ол кауап деген атпен танымал. Түрік асханасындағы ең танымал тәттілер жаңғақ пен қант шырыны қосылған пахлава, жұқа шелпек. Оқушылар, тағамға байланысты қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? Мысалы, ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Тату үйдің тамағы тәтті. Ас адамның арқауы. Ат адамның қанаты. Ас адамның қуаты. Тағы басқа қазақтың мақалдары көп. Лаваштан рулетті қалай дайындауға болады? Рулет дайындау алдында 3 дана лаваш, 3 түрлі салма дайындау қажет. Ұсақталған сарымсақ, үгітілген 150 грамм қатты ірімшік, 65 грамм қаймақпен араластыр. 200 грамм үгілген сәбізді 65 грамм қаймақпен араластыр. Содан соң үстел үстінде лаваштың біреуін жай, оған бірнеше қоспаны біркелкі етіп жақ, үстінен екінші лавашты жайып, 2 қоспаны біркелкі етіп жақ. Әрі қарай үшінші лавашты жайып, үшінші қоспаны жағу керек. Суретте көрсетілгендей қабатталған лавашты шетінен бастап, ұқыптап ора, рулет әтіп турап ыдысқа сал. Безендіруге қолда бар қоспаларды қосуға болады. Кавказ халқының тағамы кашапуриді мынандай тәсілмен әзірлейді. Бірінші, 2 стакан ұнға тұз, қант, ас содасы және тәтті емес йогурт араластырып жұмсақ қамыр иленеді. Екінші, үгілген сулугуни ірімшігі, сүзбе ірімшік, сүзбеден араластырады. Татымына қарай тұз, бұрыш қосылады. Оларды 4 дөңгелек жасалады. Үшінші, қамыр шұжық пішініне келтіріп 1/8 бөлікке бөлінеді. Әр бөлегі жұқа қамыр етіп жайылады. Төртінші, әр жұқа қамырға ірімшікті салып, екінші жұқа нанмен жабады. Үстінен оқтаумен жаяды. Бесінші, таба орташа отта қыздырылады. Жұқа қамырдың екі беті өсімдік майына бірнеше минут қуырылады. Оқушылар, үйге тапсырма. Үлкендердің көмегімен немесе өз беттерінше лаваштан рулет жаса. Болмаса кашапури
әзірлеп көр. Дайын тағамды туыстарыңа ұсын. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.